Алматыда Шалқар радиосының 60 жылдығына арналған салтанатты жиын өтті. Алматыдағы Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына арналған салтанатты басқосу ұйымдастырылды. Шара барысында мереке қарсаңында жарық көрген ұлттың үн байрағы атты кітаптың тұсауы кесілді. Мерейтойлық жиынға Мәлік Отарбаев, Қанат Ысқақов, сондай-ақ радио саласының ардагерлері, қызметкерлері мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Кездесу барысында мемлекет басшысының құттықтау хаты оқылып, салаға сүбегейлі үлес қосқан мамандар мен ардагерлерге арнайы марапат табысталды. Сонымен қатар мерейтой аясында Қазақ радиосының алғашқы дикторларының бірі, еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлық байқау жарияланды. Байқау талаптары мен шарттары Шалқар радиосының ресми сайтында жарияланған. Айта кетейік, наурыз айының басында Алматыдағы радио үйі ғимаратында күрделі жөндеуден өткен жаңа студия ашылып, оған Мина Сейітованың есімі берілген. Ұлттық орталық музейде Ахмет Жұбанов дәуірі көрмесі ашылды. Қазақстан Республикасының Ұлттық орталық музейінде көрнекті композитор, дирижер, академик Ахмет Жұбановтың шығармашылық мұрасына арналған Ахмет Жұбанов дәуірі атты көрме көпшілікке жол тартты. Экспозицияға Ахмет Жұбанов пен Ғазиза Жұбанованың мемориалдық музей үйінің қорынан алынған 120-ға жуық жәдігер қойылған. Көрмеде сирек фотосуреттер, мұрағат құжаттары, қолжазбалар, ғылыми еңбектер мен композитордың жеке пайдаланған бұйымдары ұсынылған. Келушілер назарына ерекше ұсынылған дүниелердің қатарында қазақ қарпімен теруге бейімделген 1950 жылғы неміс жазу машинкасы, дирижерлік фраг, 1934 жылғы Иммануэль Роменко мен Борис Роменконың жасаған домбырасы, сондай-ақ ақ нота жазбалары мен басқа да бірегей жәдігерлер бар. Көрменің негізгі мақсаты қазақ музыка өнерінің негізін қалаушыларының бірі Ахмет Жұбановтың өмір жолы мен шығармашылық мұрасын кеңінен таныстыру. Ғалым композитор кәсіби музыканың қалыптасуына, халық аспаптар оркестрінің дамуына, ұлттық мұраны зерттеуге және отандық операны өнерінің өркендеуіне зор үлес қосқан тұлға ретінде тарихи айрықша орын алды.